Баршаңызға сәлем. Кез келген үйден табылатын заттармен 15 минутта печенье пісіреміз. Менің басқа да жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Дәл осы рецептпен пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қарапайым заттардан оңай әрі тез. 3 жұмыртқаны алып, үстіне қант саламыз. Құрамын және мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Мен сразу өлшеп стакандарға салып қойдым. Егер өлшейтін весы болмаса, кез келген стаканды алып, сол стаканмен толтырып қант саламыз жұмыртқаның үстіне. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ерітілген сары майды дәл бағана қант салған стаканмен жарты стакан құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біраз қанты ерігенше, бірақ көп араластырудың қажеті жоқ. Болғаннан кейін осы массаның үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Содан кейін үлкен ас қасықтың үстіне жарты шай қасық сода салып, уксуспен гаситетіп саламыз. Соданы міндетті түрде гаситетіп салуларыңыз қажет, себебі соданың дәмі печеньеден шығып тұрмас үшін. Араласқан массаның үстіне 3 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Араластырылған массаның үстіне разрыхителдің 1/3 бөлігін саламыз. Ал енді ұн саламыз. Ұнды көз мөлшерімен сала отырып араластырамыз. Басында осылай венчиктің немесе қасықтың көмегімен араластырамыз, себебі біздің массамыз әлі сұйық. Ұн сала отырып қою массаға айналдырамыз. Тағы да ұн салдым. Басында осылай көптен ұн салуға болады. Одан кейін массамыз қоюлана бастағанда ұн мөлшерін аз-аздан салу қажет, себебі ұнымыз көп болып кетсе, біздің печеньеміз қатты болып қалады. Міне қоюлана бастады. Қоюланған массаның үстіне ұн сала отырып, енді қолмен елей бастаймын. Қолмен елеген кезде сіздерде қамырларыңыз қолдарыңызға сәл жабысып тұру қажет. Осы қамырды енді үстелдің үстіне түсіріп аламын. Үстелдің үстіне ұн себе отырып елегенге ыңғайлы болады. Тағы да қайталап айтамын, ұн мөлшерін соңында аз-аздан қосамыз. Сіздерде осындай жоп-жұмсақ, нәзік жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр шығуы керек. Қамырды кішкентай бөліктерге бөліп, домалақ форма береміз. Осылай бірнеше рет қайталай отырып, жасап шығамыз. Печеньеге форма берген соң, бетіне осылай узор салып шығамыз. Узорды печеньені кесетін формамен немесе стаканмен берсеңіздер де болады. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Көп ұстап қоймаңыздар, қатты болып қалмасын. Печеньеміз жоп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Мына жерде біреуін шыдамай жеп қойдым. Сондықтан дәл осы рецептпен бір рет болсын пісіріп көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Тағы да менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Лайк пен комментарий жазуды да ұмытпаймыз. Сіздермен болған Әсел ас болсын.